күйеуіммен құда болдым. Баққан балам бағым болды. Болған оқиға. Үлкен інім жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін ауылға келіп біраз жұмыс істеді. Отбасын құрғаннан кейін ауыл шетінен үлкен фазенда ашып, мал шаруашылығымен айналысатын. Біз оның қожалығына демалыс күндері барып, онша-мұнша шаруасына көмектесіп, қаланың қым-қуыт тірлігінен бір сәт демалып қайтатынбыз. Бір күні інім фазендасына бір кісіні ертіп келді. Жасы 40-тан енді асқан Мықтыбек оңтүстік жақтың тумасы екен. Отбасынан ажырасып, екі қызын әйеліне тастап, осындағы туыстарын паналап келген беті екен. Көп сөзі жоқ, тірлікке пысық адам болғасын інім жұмысқа алыпты. Бір жылдай әлгі жерде қызмет етті. Осы уақыттың ішінде біздің әңгімеміз жарасып, анамның, бауырларымның рұқсатымен бас қостық. Екеуміз 2 жыл тату-тәтті өмір сүрдік. Жазда бір ай оңтүстікке барып, екі қызымен кездесіп қайтатын. Келесі жылы екі қызын ертіп, біздің фазендаға да алып келді. Үлкені менің аңсарыммен қатарлас екен. Бала боп бірге ойнап, уақытты қызықты өткізді. Айтпақшы, аңсар өз туған ата-анасын біліп өсті. Есі кіре бастаған шақта бәрін айтып бергем. Сонда да ол мені ерекше жақсы көрді. Мақтыбек екеуміз 3 баланы тәрбиелеп, жап-жақсы боп отырған едік. Бірақ ол бірте-бірте араққа салына бастады. Жастайынан ішкілікке құмар болған екен. Әйелмен ажырасуына да араққа салынғандығы себеп болған көрінеді. Ал біздің үйге келгенде емделген түрі екен. Аузына ащы су тисе, жұмысты да тастап, біздің ренжігенімізге де көңіл аудармай жатып ішетін. Інім оны емдетпек боп әрекеттеніп көрген. Көнбеді, ақырында ажырасып тыңдық. Баламның мұндайды көріп өскенін қаламадым. Одан кейін хабарласқанда емеспіз. Мен бейбақтың жардан бағым ашылмады. Бала да сүйе алмадым. Бар үмітім аңсарым. Өмірімді оған арнап, жақсы тәрбие, дұрыс білім беруге уақытымды сарп еттім. Мектеп бітірген балам Алматыдағы университетке грантқа оқуға түсіп, сол жақта жүрді. Университет бітірген соң Алматыға жұмысқа тұрып, бауырларым жабылып, балама 2 бөлмелі пәтер әперді. Мама, сізді көшіріп аламын деп, балам мені өзімен бірге әкеткен. Сонда жүріп үйленді. Үйленгендегі қызықты айтайын. Балам бірдеңені айтқысы келгенде бір түрлі көңіл күйде жүрді. Батылы жетпейтінін ішім сезіп, бір күні әңгімеге тарттым. Маматай, сіз менің ойымды оқисыз ғой. Менің сүйген қызым бар, сіз оны танисыз деді. Менің ойымда түк жоқ. Ауылдың қыздарының бірі екен деп, ертең ақ әкел келінімді деп қоямын. Бірақ аңсар біраз жымиып отырды да. Мама, сіз мені дұрыс түсініңізші. Мен үшін сізден қымбат жан жоқ. Бірақ сіз менің таңдауыма қалай қарар екен деп уайымдап жүрмін. Бірден ашығын айтсам, мен Мықтыбек ағаның үлкен қызы Әлияға ғашықпын. Екеуміз күтпеген жерден осында кездесіп қалдық. Бала кезімізде ауылда бірге ойнап, біздің үйде қонақта болып еді ғой. 2 жылдан бері жүреміз. Үйленсек пе деген ниетіміз бар. Сіз бұған қалай қарайсыз деп ашығын айтты. Ұлымнан мына сөздерді естігенде не дерімді білмедім. Өзімді қойшы, баламның бақыты үшін бәріне көнемін ғой. Бірақ ел жұрт не дейді, ағайын туыс қалай қабылдайды? Осыны ойлап әбден дегбірім қашты. Бірақ баламның әлгі қызды шын сүйетіні көзінде тұрған еді. Сондықтан інілеріме мән-жайды түсіндіріп, ешқандай у-шусыз аңсарды Мықтыбектің қызына үйлендірдік. Қанша жылдан кейін бұрынғы күйеуімді қайта көрдім. Ол соңғы жылдары арағын мүлде қойып, Шымкентте кіші қызымен бірге тұрады екен. Әйелі қайтыс болыпты. Сонымен бұрынғы күйеуіммен тағдыр бізді қайта қосты. Бірақ Мықтыбек екеуміз құда болып табыстық. Мен қазір аңсарымның 2 құлыншағын бағып қағып отырмын. Ұлым, келінім, немерем, бәріміз Алматы қаласында тұрамыз. Құдам Шымкентте, анда-санда той жиында кездесіп тұрамыз. Міне, тағдырдың маған сыйлаған сыйы осындай болды.